Біз Мәмбет Көлгелиев деген атақты біздің тарих ғылымының докторы және де қазақстандық тарихшы, ғалым, әлеуметтанушы және де алаштанушы кісімен сұхбат алсақ деп едік. Және де бүгінгі біздің тақырыбымыз Әлихан Бөкейхан туралы. Мәмбет Көлгелиев, сізге менің біраз сұрағым бар еді. Қазіргі уақытта менің көкейімде кезіп жүрген Әлихан Бөкейхановтың бір тұлға ретінде сізге сұрақ қойсам деп едім. Қазіргі уақытта сіз осы Әлихан Бөкейханов 20 ғасырдың басында көсемі ретінде, қоғам және мемлекет қайраткері ретінде осы алаш қозғалысының жетекшісі Әлихан Бөкейханов туралы сіз кім болған, ол кісі қандай ұлы тұлға болған соны айтыңыз. Мынау өткен ғасырдың 20 ғасырдың бас кезінде қазақ қоғамы өте ауыр жағдайға тап болды. Мынау ішкі Ресейден қазақ жеріне қоныс аударған қоныс аударушылар, переселендер мыңда, жүзде, мыңда, миллиондап келіп қазақ жеріне қоныстана бастады. Ал енді 45 миллион гектар жер осы қоныс аударушыларға өтіп кетті. Мынау 1917 жылға шейін. Ал енді бұл қазақ қоғамы үшін өте ауыр жағдай болды. Өйткені қазақ малшылық, мал бағатын өріс табылды. Көшіп-қону маршруттары өзгеріп кетті. Содан кейін бұл тек қана мынау жердің кетуімен бірге қазақ халқының мынау қоғамдық өмірде отырлау процесі ене бастады. Қазақ халқы орыс билігіне, Ресей билігіне тәуелді болды. Қазақ қоғамына арнап заң жазылған жоқ. Ал жазылған даярланған ережелер қазақ қоғамының мүддесіне сәйкес келмеді. Соған байланысты мынау қазақ қоғамында әрине енді не істейміз деген сұрау пайда болды. Енді не болады, өміріміз не болады, болашағымыз не болады деген сұрау туды. Ол өте қиын кезең болады. Ал енді соған байланысты осы кезде осы сұрауға жауап бере алатын саяси топ өмірге келді. Оны біз зиялылар дейміз, қазақ оқығандар дейміз. Сол кезде Россияның кәдімгі одан да басқа сырт елдерде жоғары білім алған көз ашық азаматтар осы қазақ тағдырын ойлана бастады. Енді не болады деген сұрауға жауап іздей бастады. Осы уақытта солардың көшбастаушысы, солардың басшысы, олардың басы қосып ұйымдастырған, жол көрсеткен тұлға Әлихан Бөкейханов болады. Ол айтты, біз ендігі жағдайда ұлт болып, ел болып әрекетке көшуіміз керек, жерді сақтау үшін. Ол айтты, ұлт үшін маңызды екі нәрсе бар. Бұл жер, ұлттың соңғы өзі. Ал осы екі нәрсені сақтау үшін бізге жер менен ұлттың сақтау үшін бізге мемлекеттілік болу керек. Мемлекеттілік осы екеуінің қалыпты өмірін қалыптастырылатын фактор. Мемлекет жоқ, ол Әлихан Бөкейханов айтты, мемлекеттілігі жоқ халық бұл жетім халық деп ол мәлімдеді. Білдіңіз ба, соған байланысты бұл өте дұрыс шешім болатын. Қазақ қоғамының алдына қойылған дұрыс міндет болатын. Қазақ айтты, сен ел болып бірік. Содан кейін ел болып өз мүддең үшін күрес. Әйтпесе сен бәрінен айырыласың деді. Білдіңіз ба? Сондықтан Әлихан Бөкейханов кім деген уақытта біз айтуымыз керек, Әлихан Бөкейханов қазақ ұлт азаттық қозғалысының басшысы болды. Оның идеологиясын жасады.
оның міндетін анықтады. Сондықтан бұл 20 ғасырдың басында қазақ ұлт азаттық қозғалысының көсемі, басшысы болды. Соны айтуымыз керек. Әлихан Бөкейханов қазіргі уақытта қазақ деп көтерген кісі болғандықтан осы қазақ халқының тәуелсіздігін алу үшін барлық дүние жасады. Және де қазіргі уақытта осы 16 желтоқсан күні бізде желтоқсан оқиғасы болып өзіміздің тәуелсіздікті алып қазақ деп көтерген кез жаңа жүрекке деген бір өте тарихи маңызды оқиға орын ала ма? Егер де осы екі оқиғаны байланыстыра отырсақ, Әлихан Бөкейхановтың ұлт азаттық көтерілісіндегі көтерілісімен және де желтоқсан оқиғасының көтерілісін қарасақ. Енді бұл Әлихан Бөкейхан бастаған, ол әрине жалғыз болған жоқ Бөкейхан. Оны Бөкейхан идеясын қолдаған соңына ерген зиялылар тобы, білімді. Бұл қазақ халқының бағы деп айтуымыз керек. 20 ғасырдың басында осындай білімді, ұлт үшін күресуге әзір, даяр ұрпақтың өмірге келуі бұл қазақ халқының бағы болады. Дұрыс па? Сондықтан ал енді олардың көтерген мәселесі бұлар қазақ халқының мемлекеттігін жаңғырту. Жаңғырту арқылы қазақ халқының құндылықтарын қорғау, оның бірегейлігін сақтау. Сондықтан бұл еш уақытта құнын жоғалтпайтын мақсат. Еш уақытта бұл мәңгі қазақ тұрған уақытта осы міндет тұрады. Өзіңді ұлт ретінде сақта, өзіңнің құндылықтарыңды сақта, ең алдымен жеріңді сақта, мемлекеттілігіңді сақта, тәуелсіздігіңді сақта деген нәрсе бұл еш уақытта өзектілігін жоғалтпайтын міндеттер болып табылады. Сондықтан Бөкейхановтың көтерген мәселесі бұл қазақ халқымен әр уақытта бірге болады. Қазақ ұлтына қызмет жасайтын ұстаным ұран болып табылады. Қазіргі уақытта сіз жастарға қандай бір жаңағы ақыл айтасыз, Әлихан Бөкейхановты осылай құрметте деп? Бұл мәселе мұндай нәрсе. Бөкейханов, Әлихан Бөкейханов бұл ұлтқа қызмет жасаған. Ұлттың бір күрделі, өте бір жауапты кезеңінде өмірге келген. Сол ұлт үшін өз өмірін арнаған тұлға. Сондықтан мынау әрине ол еш уақытта оның атқарған ісі, қызметі, ұлт бар кезде ол құнды, маңызын мәнін жоғалтпайды. Сондықтан ұлтпен бірге болады. Сондықтан қазіргі жастардың меніңше міндеті біз жай ұлт, халық деген уақытта сол ұлтқа қызмет еткен кісілерді білуіміз керек, тұлғаларды білуіміз керек. Олардың мысалға жүріп өткен жолын білуіміз керек. Олар көтерген мәселелерді, проблемаларды білуіміз керек. Соны бойға сіңіру керек. Мысалға алғаш қандай шешімдер қабылдады сол күрделі заманда? Егер де мен сол кезде болса қандай шешім қабылдайтын едім деген ой болу керек, білдіңіз ба? Сондықтан жастар әр уақытта ойлы болу керек. Бөкейханов сияқты тұлғалардың өмір жолын оқу керек, олардың еңбектерін оқу керек. Бөкейханов жалғыз болған жоқ. Ахмет Байтұрсынов бар, Міржақып Дулатов бар, Мағжан Жұмабаев бар, Халел Досмұхамедов және басқа толып жатқан тарихи қайраткерлердің еңбектері, мұрасымен таныс болу керек. Олардың еңбектерін оқымай, оларды түсіну мүмкін емес, білдіңіз ба? Олардың күресін түсіну мүмкін емес. Сондықтан мынау барлық елде мұндай дәстүр бар. Барлық елде өзінің тарихын біледі, өзінің тұлғаларын біледі, тұлғалардың өмір жолын біледі, не үшін күрескенін біледі, олардың идеясын бойына сіңіреді. Оларды жай Бөкейханов деп айтқаннан ештеңе шықпайды. А Бөкейханов кім болды? Не үшін күресті? Қандай идеяны олар көтерді? Соны жастар білу керек. Соны бойына сіңіру керек. Сонда ғана біз мынау халқымызды, ұлтымызды түсінеміз, оның алдында тұрған міндеттерді түсінеміз. Адам деген, ол деген өмірге бір-ақ рет келеді. Ол тек қана өзінің қарнын, тек қана өзінің жағдайын ойласа, оның хайуаннан қандай айырмашылығы бар? Жоқ қой. Хайуан да сондай өмір. Ал бірақ хайуан да болашағын ұрпағын ойлайды. Солай ма? Ұрпағын қорғайды.
сендер көргісіңдер ме мысалы Иә. ұрпағына жан салып қорғайды ұрпағын хайуан. Ал енді ол адам одан да жоғары нәрсе ғой, құбылыс қой адам. Сондықтан ол болашағын, ертеңін ойласа, олар ең алдымен бөкейханша тұлғалардың бейнесі оның көз алдында болу керек. Олардың күресін ол түсіну керек. Соны балалардың бойына сіңіру керек, ақылына сіңіру керек. Мынандай кісілер болған, соны білсе, не үшін күресте, соны құрметте, оның ісін құрметте, өмірін жүріп өткен жолын құрметте деген ол ұрпаққа сіңіру керек. Ол ұрпақаралық сабақтастық деген сол, білдіңіз ба? Өткен біз бәріміздің де ата бабамыз бар ғой, білдіңіз ба? Соны ата бабам не үшін күресті? Ата баба не үшін еңбек етті? Ұрпақ үшін еңбек етті, болашақ үшін еңбек етті. Сондықтан біз сол жақсы қасиеттерді бойына сіңіруіміз керек. Сұхбатыңызға көп рахмет. Осы сіздің әрбір сөздеріңіз бізге өнеге және де бір ізгі тілек болып келгендіктен сізге көп рахмет. Сендерге рахмет. Осында келіп, осында әлі қамбекхан тұрады, сұрап жүргендерге. Мен сендерге айтайын, ана жылы бір шетелдік кинорежиссерлер келді осында, бұдан 20 жыл бұрын екен. Жаңа ғана тәуелсіз алған кезде. Солармен сөйлесіп қалдым. Олар Шоқай туралы фильм түсіріп жүрген, Мұстафа Шоқай. Соны бір режиссер айтты, мен қазірдің алдында дейді тұрып, студенттерден сұрай бастадым дейді, тоқта дейді. Сен Шоқайды білесің деп сұрадым дейді. Сонда студенттер айтты дейді, ондай адамды сағат берген жоқ деп айтты. Шоқайдың кім екенін білмеген сонда. А Шоқай деген ол ғажап тұлға ғой. Отаншы отқа түскен адам. Ал енді оны білмесек, онда біз нені білеміз? Не үшін оқып жатырмыз? Не үшін білім алып жүрміз? Егер соларды білмесек, солардың не үшін күрескенін білмесек. Сондықтан бір ойы, біз олардың идеясына қызмет етуімізді міндетіміз. Оларды білімді сол үшін алып жүрміз ғой. Сондықтан айдай сендерге мен сияқты тілектеспін. Жақсы азамат өскендер. Елін сыйлайтын, халқын сыйлайтын, жерін сыйлайтын азамат болып өскендер. Ақылдар. Сонда сендер бақытты боласыңдар. Сендердің балаларың бақытты болады. Айналайын. Саналы өсіңдер, саналы ұрпақ болсаңдар, бақытты сезінесіңдер, отанды сезінесіңдер, елді, жерді сезінесіңдер. Сонда толыққанды адам боласыңдар. Жақсы.